Қайырлы күн оқырмандар, ана тіл сабағы 79-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз заттан қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу: мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Инелік пен тиын ертегі. Тиын ағаш қуысындағы інінде отырған. Оның қасына бір инелік ұшып келді. Ол: «Тиын, сен не істеп отырсың?» деді. «Мыналарды кептіріп отырмын», деді. Ол күнге жайып қойған саңырауқұлақтарын көрсетті. «Оны қайтесің?» деді инелік. «Қыста жеймін, бұл менің қыстық азығым, өзің де қысқа азық жинайтын шығарсың», деді тиын. «Қыста мен ештеңе жемеймін, бір қуысқа кіріп алып ұйықтаймын». «Ой, неткен ұйқышылсың», деді тиын. «Бұл мәтін өлең бе әлде әңгіме ме?» Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Осы сұрақтарға жауап береміз, балалар. Екінші жаттығу: ребусты шеш. Бізде суретте ине және елік берілген екен. Елік сөзінің бірінші әрпін алып тастаймыз, сонда инелік сөз шығады екен, балалар. Шыққан сөзден сөйлем құра дейді. Инелік алға, артқа, жан жаққа ұша алады, орнында қалықтап тұра алады. Бұл жерде іс-әрекетті білдіріп тұрған сөздер: ұша алады, тұра алады, иә. Жақсы. Үшінші жаттығу: көркем жаз. Біз бақта тиынды көрдік. Ол бізден қорыққан жоқ. Адамға әбден үйреніп алған. Қимылды білдіретін сөздерді тап дейді. Көрдік, қорыққан жоқ және үйреніп алған, иә. Жақсы, балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңдар.